Сәлем достар, бүгін сіздермен гүлді печеньелардың рецебімен бөлісемін. Бізге керек сары май, майонез, жұмыртқа, қант, ұн, тұз, қамыр қопсытқыш. Жұмсақ сары май мен майонезді 1-2 минут миксерлейміз. Қантты қосып миксерлейміз. Жұмыртқаны қосып миксерлейміз. Ұн, тұз, қамыр қопсытқышты араластырамыз. Массаға 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Миксердің ең баяу жылдамдығында миксерлейміз біркелкі масса болғанша. Видеода көрсетілгендей масса болу керек, өзіңізді ұстап тұратындай. Егер де қаттылау болып кетсе, кішкене сүт қосып миксерлеп жіберсеңіздер болады. Кондитерский мешокқа қамырды аз-аздан саламыз. Көп салмау керек, өйткені кондитерский мешокты қысқанда жыртылып қалуы мүмкін. Әдемі гүлді насадкамен печеньеларымызды шығарамыз. Гүлдің ортасына вареная сгущенканы саламыз. «180 градуста 15-20 минут пісіреміз». Біздің әдемі әрі дәмді печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Вареная сгущенканың орнына джем немесе варенье қоссаңыздар да болады. Немесе сіздерде насадка болмаса, жай қасықпен-ақ немесе қолмен бір форма беріп істесеңіздер өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.